Әлем қаншалықты үлкен? Қай жаққа қарасаңыз да жұлдыздарды көресіз. Олар біздің құс жолы галактикамызда орналасқан. Оны кесіп өту үшін жарыққа 100 000 жыл қажет. Егер айналасын қоршаған кометалармен қоса бүкіл біздің күн жүйеміздің өлшемі әжетхана кабинасындай болса, құс жолы Гринвичтан Мейдстоунға дейінгі 50 километр аралықты алар еді. Біздің галактикадағы жұлдыздардың ар жағында неше түрлі үлкенді кішілі галактикалар ғарышта миллиардтаған жарық жылына созылып жатыр. Бізге ең жақын үлкен галактика Андромеда деп аталады. Онда тұруы мүмкін бөгде планетарықтарға жіберген хабарымыз оларға 2,5 миллион жылда жетер еді. Біз телескоппен қараған галактикалардың жарығы бізге миллиондаған, тіпті миллиардтаған жылда жеткен. Қазір бұл галактикалар әбден қартайған, мүмкін тіпті жоқ та шығар. Біз елсіз аралда қалғандаймыз. Барлық жақтан көкжиекті көреміз, ал одан әрі не барын біле алмаймыз. Алайда біздің ғарыштық көкжиек үнемі әрі қысып барады. Өйткені бізге алысырақ галактикалардың жарығы жете бастайды. Біздің аралға дүниенің алыс бұрыштарынан фотоларды жеткізгенін күткен сияқтымыз. Жарықтың біздің кемелерден айырмашылығы, ол адам сенгісі секундына 300 миллион метр жылдамдықпен жүреді. Бірақ тіпті оған да бізге жетуге уақыт керек, және бұл біздің ғарыштық көкжиекті орнатады. Сонда өз телескопымызбен нені көре аламыз? Жаңа туған әлемнің алғашқы жарығын көре алмаймыз. Балаң әлем өте ыстық, тығыз және кішкентай болғандықтан жарық үнемі материяға соғылатын. Үлкен жарылыстан 380 000 жыл өткен соң барып, әлемнің үлкендігі мен суықтығы атомдардың түзілуіне және жарықтың кеңістікпен еркін саяхаттауына жеткілікті болды. Үлкен жарылыстан қалған осы көне сәулені барлық тараптан көре аламыз. Тағы 200 миллион жылдан соң алғашқы жұлдыздар пайда болды. Кейін галактикалар, ақыры біздің құс жолы түзілді. Егер әлемнің бүкіл ғұмыры 10 сағаттық фильм болса, адамдар киноның соңғы секундында ғана пайда болар еді. Әлем 13,8 миллиард жыл бойы үнемі өсумен болды. Бұл күн жүйесінің жасынан 3 есе артық. Бұл әлемнің диаметрі 13,8 миллиард жарық жылы деген сөз бе? Жоқ. Жарық алыс галактикалардан шыққанда бізге әлде қайда жақын болған. Бірақ уақыт өте, әлем алып әуе шарындай қампайды. Сондықтан жарыққа бізге жетуге көбірек уақыт керек болды. Жеткілікті қашықтықтарда кеңістік жарық жылдамдығынан тез кеңейе алады. Сол себепті бір галактиканың сигналы екіншісіне ешқашан жетпеуі мүмкін. Әлемді созылғыш парақ деп елестетіңіз. Егер оны жан-жаққа тартсақ, оның қаншалықты созылған анықтау үшін әдеп өлшемін білсек болғаны. Ғалымдар әлемнің қазіргі өлшемін кеңістіктің үлкен жарылыстан соң іле-шала өте тез кеңейгенімен түсіндіреді. Содан соң ол әлде қайда баяу кеңейді. Жаңа жас галактикалардың гравитациялық тартуынан кеңею баяулай берді. Әлемнің нақты өлшемін есептеу үшін барлық материяны, энергияны, қазіргі кеңею жылдамдығын және тағы бір жұмбақ компонентті ескереміз. Асқыл жаңалар деп аталатын өте алыста жарылған жұлдыздар біз күткендей жарық емесін байқадық. Бұдан шығатыны әлем біз ойлағаннан әлде қайда үлкен және ол үдей кеңеюде. Бұл антигравитациялық әсерді не туғызады? Космологтар енгізген әлемнің экзотикалық жұмбақ компоненті қараңғы энергия деп аталады. Ол антигравитация ретінде жұмыс істейді. Тартылыс күшінің шамасы галактикалар, жұлдыздар мен планеталарды бірге ұстап тұруға әзірше жетеді. Алайда үлкен масштабта қараңғы энергия жеңіп, барлығын бір-бірінен алыстата береді. Сөйтіп, түптің түбінде жаңа жұлдыздардың тууы мүмкін болмайды. Сонымен, қазіргі қолда бар ақпаратқа сүйенсек, әлемнің нақты өлшемі 93 миллиард жарық жылы, немесе 884 миллиард триллион километр. Егер күн жүйесі әжетхана кабинасындай болса, әлем жер мен шолпанның арасын алып жатар еді. Біршама үлкен ғой, солай емес пе?